Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары? 2-ші тоқсанның 2-ші БЖБ-сы бізде денелердің өзара әрекеттесуі бөлімі бойынша бізде 2-ші нұсқа, барлығы 7 тапсырма. 7 тапсырманы да соңына дейін шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұдан басқа бөлім бойынша жиынтықтарды іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады. Ал бастайық онда. Бірінші тапсырмада төмендегі суреттерден үйкеліс күшінің түрлерін анықтаңыздар дейді балалар. Негізі үйкеліс күшінің 3 түрі бар, тыныштық үйкелісі, домалау үйкелісі және сырғанау үйкелісі. Енді осы 3 үйкелісті суретке қарап жазып шығуымыз керек. Бірінші суретте тұрған тас болып тұр, яғни бұл тыныштық үйкелісі. Екіншісінде домалау үйкелісі, үшіншісінде сырғанау үйкелісі. Екінші тапсырмада қай суретте реакция күшінің векторы дұрыс кескінделген дейді балалар. Бізде реакция күші жоғары қарай болатын, яғни 4-ші суретіміз. Ары қарай келесі 3-ші тапсырмада автобуста отырған адамдардың қозғалысын анықтап сәйкестендіріңіз дейді. Қараңыздар, біріншісінде автобус егер оңға қарай бұрылған кезде біз солға қарай қисаямыз, Екіншісі автобус кілт тоқтаған кезде біз алға қарай еңкейеміз. Үшінші автобус орнынан қозғалғанда біз артқа қарай шалқаямыз, Балалар, осыны өздеріңіз практика жүзінде автобусқа отырған кездеріңізде тексеріп көрсеңіздер болады. Ойларыңызда жүрсін. Келесі 4-ші тапсырмада массасы скафандрымен 150 кг астроновтың табанының ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2 болғандағы үйкеліс күшін анықтаңыздар дейді. G бізде 1,6 метр бөлінген секунд квадрат. Енді есептің берілгенін жазайық. М тең 150 кг, мю 0,2-ге тең, G айдікі 1,6 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Табуымыз керек үйкеліс күшін. Енді үйкеліс күшінің формуласы F тең мю көбейтілген N тұғын, N дегеніміз нормаль күші. Енді нормаль күшін біз М көбейтілген G деп алсақ болады. Сонда мю көбейтілген М көбейтілген G болады. Енді 0,2-ні көбейтеміз 150 кг-ға, оны көбейтеміз 1,6 метр бөлінген секунд квадратқа. Сонда жауабы бізде 48 ньютон шығады екен, балалар. Келесі 5-ші тапсырмамызда суретте берілген серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін табыңыздар дейді балалар. Ең алдымен есептің берілгенін жазайық. Бізде күшіміз 6 ньютонға тең болып тұр. X ұзаруы 3 сантиметрге тең болып тұр. Табуымыз керек қатаңдықты, яғни К-ны. Ең алдымен 3 сантиметрді метрге айналдырып аламыз. Сонда бізде 0,103 метр шығады. Гук заңының формуласы бойынша F тең KX формуласы бойынша К-ны табатын болсақ, К тең F бөлінген X деген формула шығады. Осы формулаға саламыз. 6 ньютонды бөлеміз 0,103 метрге. Сонда жауабы балар 200 ньютон бөлінген метр шығады екен. Қатаңдықтың формуласы арқылы қатаңдықты таптық Гук заңының формуласы арқылы. Келесі 6-шы тапсырмада денеге бір түзудің бойымен бірдей бағытта 550 ньютон және 400 ньютон күш әсер етеді. Тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтаңыз және күштерді график арқылы көрсетіңіздер дейді. Ең алдымен есептің берілгенін жазайық. F1 бізде 550 ньютон, F2 бізде 400 ньютон. Табуымыз керек тең әрекетті күшті, яғни FR-ді. Енді есепті шешуі FR тең F1 қосылған F2 деген формулаға саламыз, яғни 550 ньютонға қосамыз 400 ньютонды. Бағыттас дегендіктен қосылады, сонда жауабы 950 ньютон шығады екен, балалар. Енді бізге күштерді график арқылы көрсетіңіздер деп тұр. Міне график арқылы көрсеттім. Бір бағытта болғандықтан графигі осылай сызылатын болады. Енді бағытын анықтаңыздар деген, балалар. Бізде бұл жерде бағыттас болып тұр. Сол себепті бағыттас деп жазып қоясыздар. Келесі соңғы 7-ші тапсырмамызда суретте кескінделген күштерді анықтаңыз, әр күшті сәйкес белгіленумен көрсетіңіздер дейді балалар. Міне балалар, бұл жерде бізде аяқ сырғанап кетіп бартқандықтан бізде бұл жерде үйкеліс күші болып тұр. Төмен қарай салмақ түсіп тұр, яғни П деп қойдым. Адам өзі жерге қарай ауырлық күшін допты ұру арқылы тағы да ауырлық күшін төмен қарай түсіріп тұр. Сонда бұл екеуі FA деп жазып қоясыздар. Сонда бұл жерде үйкеліс күші, салмақ және ауырлық күші болып тұр, Балалар, осымен 2-ші тоқсанның 2-ші бөлім бойынша жиынтығына берілген 7 тапсырманы да шығарып аяқтадық.
түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.